Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін лаваштың қамырының рецептімен бөліскім келеді. Тез әрі оңай жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, сіздермен күнделікті қызықты рецептермен бөлісемін. Ең бірінші қамырын елейміз. Ол үшін бізге ұн, қайнап тұрған ыстық су және тұз керек болады. Тұзды суға қосып, жақсылап араластырып, ұнға қосып, араластыра отырып қамыр елейміз. Қамырды елеп болғаннан кейін 20 минутқа демалдырып қоямыз. Менде 30 минуттай уақыт өтті. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте эластичный және жұмсақ болып тұр. Енді бөліктерге бөліп алсақ болады. Қамырды ең алдымен зуалап аламыз, яғни иін қандырып аламыз. Кейін ұзынша қылып, майда бөлшектерге бөліп аламыз. Қамырды майда бөлікке бөлгеннен кейін дәл осылай дөңгелектеп аламыз. Дәл осылай 20 минуттай бөлме температурасында бетін матамен жауып демалдырамыз. Қамыр қаясып қалмау керек. Қамырды жаймас бұрын аз мөлшерде ұн сеу кішкентай бөлшекке бөліп жаямыз. Яғни үлкен қылып жаймайсыздар. Видеода көрсетіліп тұрғандай кішкентай бөлікке бөліп жайып аламыз. Қамырдың бетіне күнбағыс майын жағып шығамыз. Барлық жеріне жететіндей, кейін екінші қамырды үстінен орналастырып, бөлме температурасына демалдырып, 5-10 минуттан кейін жаямыз. Ал енді қамырды барынша жұқа және дөңгелектеп жаюға тырысамыз. Менде формасы сәл әдемі болмай шықты. Ал енді қызып тұрған қазанымызда қамырды салатын боламыз. Қазанның асты орта отта тұруы қажет. Қамыр сәлден кейін көтеріле бастайды. Дәл осы сәтте екінші қамырды шанышқының көмегімен кішкентай бөлшектен алып, бөліп алатын боламыз. Оны кейін бөлек пісіреміз. Ал енді қамырымызды терісінен аударып, екі бетін қызарғанша пісіріп аламыз. Мен дәл осы лаваштың қамырымен үй жағдайында өте тез әрі оңай жасалатын лаваш жасадым және оның рецептімен сіздермен бөлісемін. Төмендегі описаниеға ссылкасын қалдыратын боламын. Өзіме қатты ұнады және сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ал видео ұнаса лайк қойып, пікіріңіз болса комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен күнделікті қызықты рецептермен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.